Сәлем. Жүрек және өкпе олар бір-бірімен не үшін байланысты? Бүгін соны талқылаймыз. Олар қалай байланысады, олардың ортақтасып атқаратын қызметі ағза үшін маңыздылығы неде? Соны айтып беретін боламын. Жалпы кеуде қуысында екеуі де орналасқан өкпе және жүрек. Жүректің екі шетінде оң және сол өкпе орналасады. Екеуін де сыртынан бұлшық қабырғалар қоршап тұрады. Яғни екеуіне де бір қатты қорғанысты қамтамасыз етілген. Өйткені егер де жүрекке соққы келетін болса, ол адам ағзасына қауіп төндіреді. Жүректің негізгі қызметін барлығымыз жақсы білетіндей, ол ағзаға қанды тасымалдау. Яғни ағзаны қанмен қамтамасыз етеді. Ал өкпе болатын болса, оның негізгі қызметі тыныс алу жүйесіне қатысады. Және өкпенің басқа да қызметтері бар. Ол pH-ты нормада ұстау, парциальный давлениені, яғни ПЦО2-ні қалыпты нормада ұстау болып табылады. Негізгі қызметі ол тыныс алу. Өкпе, яғни тыныс алуға өкпеден басқа мұрын қуысы, мұрын, жұтқыншақ, кеңірдек, бронхтар жатады. Өкпенің функционалдығы единицасы, яғни ең кіші өлшем бірлігі ол альвеола болып табылады. Альвеолада негізгі зат алмасу процесі іске асады. Сонымен қатар өкпенің альвеоларының ішінде, яғни өкпені ылғалдап тұратын сурфактант ферменті бөлінеді. Яғни ол өкпелер бір-бірімен альвеол бір-бірімен жабысып қалмау үшін ағыс жасалынған болып табылады. Сонымен қатар өкпенің сыртын плевра қоршаса, ал жүректің сыртын перикард қоршайды. Екеуінің арасында да, яғни плевра мен өкпенің арасында да аз ғана сұйықтық болады. Жаңағы айтқан майлап тұратын сияқты, және перикард пен жүректің арасында да сұйықтық болады. Яғни олар сумкада орналасқан сияқты оларды жақсы қоршалған. Енді жүрек пен екеуінің байланысына тоқталмас бұрын жүректің кішкене құрылысын айтып кететін болсақ, жүрек ол бұлшықетті ағза болып табылады. 3 қабаттан тұрады: эпикард, миокард, бұлшықетті қабаты, кардиомиоциттер орналасқан, және эндокард, ішкі қабаты. Және де жүректен қан тамырлары аорта шығып, ең үлкен қан тамыры ағзаға қанды тасымалдайды. Екеуінің көрінісі, мына жерде екеуі қалай бір-бірімен байланысы орналасқандығы көрсетілген. Екеуі бір-бірімен тығыз байланысқан. Енді екеуінің маңызды бірге атқаратын қызметі бұл ағзаны қан айналымымен қамтамасыз ету. Жаңағы айтқан жүрек ағзаға қанды тасымалдайды. Бірақ сол қанның ішінде бізде оттегі бар. Ал оттегі өз кезегінде ағзаның жасушаларының бүкіл жасушаларға барып, жасушаның ішінде митохондрия деген бар. Митохондрия ол АТФ бөледі, яғни энергия станциясы болып табылады. Яғни жазады қазір. Оттегіден кейін АТФ жасалынып шығады. Ал АТФ болса, АТФ митохондрияда орналасқан, АТФ-тен энергия жасалынады. Энергия біздің көзімізді жұмуымыз, менің сөйлеп жатқанымдығын өзі, сіздердің видео қарап жатқандарыңыздың барлығы энергия талап етеді. Оны энергияны жасау үшін бізге оттегі керек. Оттегіні алу үшін бізге тыныс жолдары керек және өкпе керек. Ал оны тасымалдау үшін, ағзаның жасушаларға тасымалдау үшін бізге жүрек керек. Яғни насостық қызмет атқаратын жүрек керек. Егер де жүрек болмайтын болса, ағзаға жүрек пен қандармен бірге оттегі бармайтын болса, ағза энергия жасай алмай қалады. Сонымен ағзада үлкен және кіші қан айналым шеңбері деген бар. Ол мектеп кезінен бастап айтылып келе жатыр. Соның маңыздылығы жаңағы айтқан ағзадағы оттегімен, тек қана оттек емес, қанның құрамында енді пайдалы элементтер бар. Қазір бізде өкпе мен жүрек болғанда тек оттегінен қарастырамыз. Мұнда сол жақ қарынша, оң жақ қарынша, және сол жақ жүрекше, және оң жақ жүрекше орналасқан. Оң жақ жүрекше.
Енді қарайтын болсақ, қан сол жақ қарыншада бар бар. Сол қан сол жақ қарыншадан, мына жерде аортальный клапан бар. Екеуінің ортасында, яғни клапандар қанның егер артқа кетуін кедергі жасайды, яғни қан шығады и сразу жабылып қалады. Қан кіреді, сразу клапандар жабылып қалады. Сол кезде фонендоскопты құлаққа қойған кезде біз сол кезде тік-тік деген жүректің соққан шударын, яғни клапандардың жабылып ашылғанын естиміз. Қан сол жақ қарыншадан аортаға кетті, аортадан оң жаққа барады немен иық бұғаны сабауы арқылы, кейін ол екіге бөлініп оң қолға және басқа мойынға кетеді. Кейін сол жақта мойынға және басқа және сол қолға кетеді. Кейін аортаның төмен бөлімдері бар, кеуде бөлімі, іштік бөлімдері, яғни құрсақтық бөлімі. Кейін аорта екіге бөлінеді. Аорта бифуркациясы оң және сол аяқты жыныс ағзаларын қанмен қамтамасыз етеді. Кейін қан бүкіл аортада қан бүкіл ағзаға кетті. Ішкі ағзаларда, яғни іш қуысында ас қорыту жүйесі, бауыр, асқазан, ішекте орналасқан. Ол жердегі қандардың барлығы жиналып бауырға барады. Қазір бауырға барып, яғни бауырда бауыр қақпасынан өтіп, бауырда фильтрленіп, таза қан барлығы жиналып, қанның барлығы аяқтардан, бірақ аяқтардан жиналған қан бауырға бармайды. Тек ас қорыту, асқазандағы қан, ұйқы безіндегі қанның барлығы бауырға барып, ал бауырдан кейін аяқтан жиналған қандардың барлығы нижняя мына жерде нижняя полая вена деп аталады. Мынау төменгі қуысты вена. Ішкі ағзалардан аяқтан қанды жинайды. Ол жерде уже көмірқышқыл газына қанды жинайды. Ішкі ағзалардан кейін ол барады, оң жақ жүрекшеге құяды. Ал бастан сол қолдан мойыннан қан жиналып, жоғарғы қуысты вена, верхняя полая вена барлығы оң жақ жүрекшеге құяды. Оң жақ жүрекшеге келген қан, оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасында 3 шармалы трубкоспидальный клапан бар. Сол клапаннан өтіп, клапан ашылады. Оң жақ қарыншаға түсті қан. Оң жақ қарыншаға түскеннен кейін қан қайтадан өкпе сабауы арқылы екі өкпеге барады. Бұл жерде ағзадан жиналған көмірқышқыл газына қаныққан қан. Біз жаңа ағзаға оттегіге қаныққан қанды бердік. Оттегіге қан қай жерде қанығады? Ол өкпедегі альвеолаларда қанығады. Яғни жаңа айтқан өкпенің ең кіші өлшем бірлігі альвеолаларға барады. Көмірқышқыл газына қаныққан қан альвеолалардың құрылысы ондай мешок тәрізді, сыртында майда капиллярларға толы, капилляр веналар толы болып табылады. Сол жерде зат алмасу болады, яғни оттегі кіреді, ал көмірқышқыл газы сол екі шығады, сыртқа шығып кетеді. Сосын қан, яғни оттегіге қайтадан қанықты. Оттегіге қанығып болғаннан кейін ол қайтадан 4 өкпе сабауы арқылы, мына жерде көрінген, қазір өшіріп тастайын анықтау болу үшін. Мына қан тамырын көріп, мына жерге, яғни сол жақ қарыншаға келіп қайтадан құяды. Легочная вена, өкпе венасына. Неге? Мына жерде шатастыру болады. Мына жердегі өкпе артериясы деп аталады, бірақ ол жерде артерия болғанына қарамастан
көмірқышқыл газына қаныққан қан. Ал мына жерде вена болғанына қарамастан оттегіге қаныққан қан. Бізде 4 өкпе венасы бар, яғни оң жақ сол жақтан келіп қоятын. Оның барлығы сол жақ қарын жүрекшеге келеді. Сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның арасында митральный 2 жармалы қақпақша бар. 2 жармалы қақпақша ашылады. Қан сол жақ қарыншаға келеді. Сол жақ қарынша қайтадан қанды ағзаға тасымалдайды. Сонымен барлығын қорытындылайтын болсақ, біз дем алдық, ауадан оттегіні алдық, тыныс жолдары арқылы ол өкпеге келеді, өкпеде альвеолаларға келеді. Альвеолаларға келгеннен кейін ағзада сол оттегі қан альвеоладан оттегі зат алмас процесі өтіп, қан аортаға вена пульмонарисқа, яғни легочная венаға түседі. Соларға жиналып қан тамырларына, ол сол жақ қарыншаға, сол жақ жүрекше, сол жақ жүректің сол жақ қарынша аортаға түсіп ағзаға тасымалданады. Осылай біздің ағзамыз оттегімен қанығады. Ал қалдық көмірқышқыл газы сыртқы ортаға қайтып шығады. Яғни өкпе мен жүрек осындай бір-бірімен синхронды түрде жұмыс жасайды. Егер де оттегі болмаса, жаңа айтқан, ағзаға энергия жетіспей қалады. Ал энергия ағзаның дұрыс жұмыс жасауына барлығы үшін қажет болып табылады. Сонымен қатар екеуі бір-бірімен синхрон жұмыс жасайды дедік. Және де егер де өкпелік гипертензия болатын болса, яғни өкпенің қысымы артатын болса, кіші қан айналымында қысым артатын болса, онда оң жақ қарыншаның гипертрофиясы болады. Гипертрофиясы дегеніміз көлемінің артып кетуі, яғни оң жақ қарыншаның көлемінің артып кетуінің әсерінен болады. Жалпы екеуінің байланысы түсінікті деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер.